Сәлем баршаңызға, сіздерге бір жасағаннан шығатын блениді ұсынатын боламын. Керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның астында толық рецепт жазылған. Ең бірінші қантымызды ыдысымызға салып, үстіне жұмыртқамызды салып, бәрін ерігенше араластырамыз. Араласқаннан кейін тұзымызды салып, оның үстіне еріген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Өлшенген сүтімізді үстіне құйып, одан кейін ситодан өткізілген ұнымызды біртіндеп салып отырып, жаймендеп араластырамыз. Видеодағыдай кішкене-кішкенеден салып, араластырып, қоюланғанын қараймыз. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болды. 5 минут қоя тұрамыз. Оған дейін табамызды қыздырып, үстіне сары майымызды осылай жағып жіберіп, ожаумен құйып, екі жағын пісіріп шығамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпай, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.